Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап, институтта жүргізілген зерттеулер базасында 2021 жылы 1 маусымда ахметтану бөлімі құрылып, ахметтану тақырыптары арнайы, жоспарлы, кешенді зерттеле бастады. Нәтижесінде қысқа мерзімде өте қажетті өнімдер әзірленді. Солардың бірі ахметтану сайты, екіншісі Ахмет Байтұрсынұлы іш корпусы. Ахметтану сайтының мақсаты ахметтануды заманауи форматта ұйымдастыру. Сайт 8 контенттен құралған. Негізгі контенттерге тоқталайық. Өмірдерек контенті ғалым тұлғасы мен өмір жолын тануға арналған. Мұнда 25 түпнұсқа архивтік құжат, 15 тарихи сурет пен мүсіндеу, бейнелеу өнер туындылары, 2 тарихи бейне жазба, сондай-ақ ғалымның ататек шежіресі орналастырылған. Әсіресе, институт қызметкерлерінің архивтік зерттеулері нәтижесінде табылған 1926 жылы бүкіл одақтық бірінші түркологиялық құрылтайда Бакуде түсірілген Ахмет Байтұрсынұлының тарихи бейне жазбасы мен Мәскеу архивінен табылған 1935 жылы Алматыда түсірілген Сәкен Сейфуллиннің жарқын бейнесін көре аласыздар. Ғалым мұрасы контентінде Байтұрсынұлы еңбектерінің толық сандық форматы жинақталған. Мұнда 48 түпнұсқа, 64 кирилше кітап енгізілді және олардың толық библиографиясы берілді. Контент ахметтану зерттеулерін түпнұсқа еңбектерге сүйеніп жүргізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Қазақ газетінің 265 нөмірінде кездесетін 250-дей қайталанбайтын жарнаманың түпнұсқасы мен транскрипциясы және графикалық проекциясы енгізілді. Бұл материалдар Ахмет Байтұрсынұлы алғашқы қазақ копирайтері екенін және 20 ғасыр басындағы қазақ қоғамының экономикалық санасын, қазақ лексикасының терминдену үдерісін зерттеуге мүмкіндік береді. Ахмет кітапханасы ғалым ой қазынасының жүйесі мен қайнар көзіне үңілуді мақсат етеді. Контентте 19-20 ғасыр басына тиесілі Ахмет Байтұрсынұлы оқуы мүмкін 100-ге тарта сирек кітаптар қойылған. Ахметтану зерттеулері контенті ахметтанудың ғылыми базасын құру үшін әзірленді. Мұнда ахметтануға арналған 137 мақаланың түпнұсқасы, 792 зерттеу еңбектер тізімі, ғалым өмірі мен ғылыми мұрасы туралы 40 ғылыми танымдық телеөнімдер жинақталған. Ахмет Байтұрсынұлы мектебі контенті ғалым идеясының өміршеңдігі мен кеңістігін көрсетуді көздейді. Мұнда ғалымның тікелей шәкірттері саналатын Дулатұлы, Омарұлы, Шонанұлы, Тыныстанов кітаптарының түпнұсқасы мен Кирилл нұсқа кітаптары жүктеліп, аңдатпасы берілді. Ахметтану зерттеулері тереңдеген сайын бұл тізім кеңейе береді. Іс-шаралар контенті ахметтану ғылымын насихаттауды, зерттеу нәтижелерін таратуды мақсат етеді. Мұнда дәстүрлі Ахмет оқулары мен ғалымның 50 жылдық, 125 жылдық, 150 жылдық мерейтойын қамтитын іс-шаралар кешені туралы ақпараттар, 6 ғылыми жинақ, 4 деректі фильм, 8 зум жазба орналастырылды. Сайт ғылыми көпшілікке арналған және ұдайы толығып отырады. Келесі өнім Ахмет Байтұрсынұлы іш корпусы. Байтұрсынұлы мәтіндеріне электронды деректер базасы. Мұнда 171 шағын әңгіме, 96 өлең, 76 мақала енгізілген. Іш корпус Ахмет Байтұрсынұлы мәтіндерінің өңделген дұрыс нұсқасын табуға, оларды түрлі метадеректер мен жанр бойынша анықтауға, Байтұрсынұлы сөз саптамы мен тіл иірімін тануға, сондай-ақ қазақ лексикасының тарихи семантикалық өрісі мен эволюциясын ашуға мүмкіндік береді. Ахмет Байтұрсынұлы іш корпусы уақыт талабы және үздіксіз толығып отырады. 21 ғасырдың басты жетістіктерінің бірі жасанды интеллект. Ол қазір біздің өміріміздің барлық саласына еніп үлгерді. Білім беру, медицина, бизнес, тіпті мәдениет пен өнерде де қолданыла бастады. Елімізде жасанды интеллектке қатысты алғашқы қадамдар 2020 жылдан бастап қарқын ала бастады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы салаға ерекше назар аударып, цифрландыру мен инновациялық технологияларды дамытуды ұлттық стратегиялық міндет ретінде атап өтті. Соның нәтижесінде жасанды интеллектті дамытуға арналған арнайы ғылыми орталықтар құрылып, жоғарғы оқу орындарында жаңа бағдарламалар іске қосылды.
2024 жылдың күзінен бастап Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты жасанды интеллект негізінде жаңа жобаны қолға алды. Оның ішінде Ахметтану бөлімі 20 ғасыр басындағы алаш қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылығына байланысты мәтіндер базасын жинақтап, сұрақ жауап форматында дайындады. Ахметтану бөлімі орташа есеппен алғанда Ахметтану, алаштану негізінен 20 ғасыр басындағы ұлт зиялыларына қатысты 5000-нан астам датасетті құрастырып шықты. Қазақстан бұл үдеріске кешікпей қосылып, ұлттық тіл мен мәдениетті жаңа деңгейде дамытуға бағытталған бірегей үлгі қалыптастыруда. Жасанды интеллект адамзат ойының жалғасы. Оның бағытын дұрыс айқындау біздің қолымызда.